Баршаңызға сәлем. Сіздермен мен бүгін кекс әзірлейтін боламын. Бізге керекті сүт, жұмыртқа, сары май, ванилин, құмшекер, ұн, қопсытқыш. Ең алдымен жұмыртқаларымызды жарып аламыз. Құмшекерімізді саламыз. Миксермен араластырып аламыз. Бұның үстіне сүтімізді құямыз. Сары майымызды саламыз. Тағы да араластырамыз. Енді ванилинімізді саламыз. Қопсытқышымызды саламыз. Тағы да кішкене араластырып жібереміз. Енді ең соңғы ұнымызды саламыз. Бір келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Енді одноразовый мешокқа саламыз. Ыдысымызды дайындап осылай мешоктың ұшын қырқамыз қайшымен. Толтырмай осылай құйып шығамыз. Егер кішкене толтыратын болсаңыздар, сыртына шығып кетеді. 180 градуста 5-10 минутта осындай әдемі болып пісіп шығады. Өте дәмді, жұмсақ. Істеп көріңіздер. Ас болсын.